Ұлттық арнада ашық алаң. Студияда Мақсат Толықбай. Індет өршіп барады. Елімізде коронавирус жұқтырғандардың саны 109 мың адамға жуықтады. Локдаун қашан жариялануы мүмкін? Жолдар жабылып, блокбекеттер қайтадан қойылама. Ертеңнен бастап карантиндік талаптар қай өңірде күшейтіледі? Айтпақшы министр індеттің таралуына байланысты 3 түрлі болжам жасады. Бұл нендей болжамдар? Ашық алаң бүгінгі көтеретін тақырып осындай. Армысыздар. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарлассаңыздар болады. Не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазыңыздар, тақырыпқа ой қосайық, атсалысыңыздар. Спикерлер, қош келдіңіздер. Енді алдымен әлемдік статистиканы бір қарап өтсек, дүниежүзі бойынша коронавирус жұқтырғандардың саны 37 миллионнан асты, көз жұмғандардың саны да миллионнан көп. Енді бірінші орында әдеттегідей ақш тұр, екінші орында Үндістан, Бразилия. ақшта коронавирус жұқтырғандардың саны 8 миллионға жуықтап қалған, Үндістанда 7 миллионнан, Бразилияда 5 миллионнан көп. Біздің елге келейік. Күні кеше, яғни өткен тәуліктің өзінде коронавирус 74 адамнан анықталды. Сондай-ақ коронавирустық белгісі бар науқастардың саны 34, өкінішке қарай бір адам көз жұмды. Енді екеуін бірге қосып есептейтін болсақ, бір күнде 110 ғой шамасы. 110 адамның жұқтыруы бұны қалыпты жағдай деп есептеу керек па? Қалыпты жағдай. Алаңдауға негіз жоқ па? Енді алдындағы қарағанда өсім жоқ қой. Өйткені біздің ауру көрсеткіштері, жаңа өзіңіз көргендей, әлемдегімен салыстырғанда біздің көрсеткішіміз жаңағы 0,7 пайызы көрсетіп тұр. Ол көрсеткіш күнделікті өсім көрсеткіші. СНГ-да 0,5, бізден 2 есе болса, анау Европа, США-да 1,5-ке дейін. 2 есе көп бізден. Сіздердегі жағдай қалай қазір? Тұрақты ма? Ол баспен салыстырғанда. Әлде ақырында көбейіп келе жатыр ма науқастардың саны? Бізде 2 отделение жабық қазір. Науқастар саны аз болған соң. Сосын жауып тастады. Қазір 3 отделение істеп тұр. Реанимацияны қосқан кезде. Иә. Енді денсаулық сақтау министрі Алексей Цой індеттің таралуына байланысты 3 түрлі болжам жасады. Экранға беріңіздерші. Оқып өтейік. 3 түрлі болжам. Біріншісі міне, реалистік сценарий бойынша дейді, жұрт арақашықтықты сақтап, 70% маска тақса, қазан-желтоқсанда 90 мыңдай адам вирус жұқтырып, 30 мыңын ауруханаға жатқызуға тура келеді. Бұл жағдайда қаңтарда локдаун енгізілуі мүмкін деді. Екіншісіне, одан кейін пессимистік сценарий бойынша халықтың 60% маска тақса, қазан-желтоқсан айларында шамамен 190 мың адам вирус жұқтыруы мүмкін деді. 65 мың адам ауруханаға жатуға мәжбүр болады. Бұл жағдайда локдаун желтоқсан айының шамамен ортасында енгізілуі мүмкін деді. Үшінші, егер жұрттың 100% маска тағып жүрсе, қатаң карантин болмайтынын, қазан-желтоқсанда шамамен 40 мың адам вирус жұғып, 15 мың адам ауруханаға түсетінін айтады. Енді алдымен мына нәрсені түсіндіріп беріңіздерші. Бұл енді біздегі тұрғындардың қанша маска тағып жүрген, режим сақтап жүрген біз қалай анықтаймыз оны? 60%, 70%, 80% маска тағып жүрген анықтау мүмкін ба? Оны анықтау өте қиын. Маска киген күн өзінде қанша күн болды ол масканы киіп жүргенде? 1 күн болды ма, 10 күн болды ма? Әйтеуір маскасы бар, болды. Сонда ол қаншалықты тиімді? Қаншалықты ол осындай неге заңға енгізіп, локдаун енгізіп, локдаун деген сөзін өзі түбі қайдан шығып жатыр? Неге қазіргі болашақпен бітіріп адамдар келіп шетелдің сөздерін тығады? Неге қазақтың жалпақ тілімен айтпайды? Неге заңның ішіндегі терминдармен айтпайды? Айтпайды ма? Осындай карантин болады, немесе басқа да жағдай болады. Түсініксіз бір шалғайдағы адамдар интернет ұстамайтын локдаун не екенді түсінбейді. Олар қатынамайды ма? Қатынайды басқа адамдармен. Олар жұқтырады ма? Жұқтыру мүмкін, егер нағыз маска сол қорғайтын болса. Егер олар терминдар түсінбей жатса, егер мемлекет өз тілінде сөйлеп жатса, халық өзімен өзі болып жатса, онда мынау көрсеткіштердің барлығы локдаун деген сөздің өзін түсінбейді дейсіз ғой? Иә, локдаун деген сөздің өзін түсінбей жатқан кезде, оны қазір маска кисе, сол кезде ешкім ауырмайды, осындай болады деген, оған мен мүлдем сенбеймін. Расымен Жомабек мырза, қанша адам маска тағып жүр, біз оны қайтып анықтаймыз оны? Ол енді былай ғой.
бұл аурумен халықтың өзі бірінші рет кездесіп отыр дүние жүзінде. Былай деп түпкілікті айтудың өзі қиын нәрсе. Бірақ біздің алдымызда үлкен бір маусымын өткіздік осы аурудың. Сол елдерде өзінен біздерден де қиын жағдайда өткізген елдер бар. Сол елдерде бір аурудың адамдардың кейбір сандарын қарағанда, маска таққандарында, маска тақпағандарына қарағанда 30%-ға аз ауырғанын байқаған. Ол өзі жаңағы жұрттың көзімен көріп, қолымен ұстаған нәрсесі. Оны жоққа шығаруға болмайды. Ол деген жуу деген не? Бұл ауа болмаса су талшықтары арқылы беріледі. Солай емес пе? Маска деген сізді механикалық қорғаныш қой. Ол сіз тақсаңыз, ол сау адам тақсаңыз, 15%-ға сақталасыз. Егер ауру адам тақса, ол өзінен шықпайды ол. Түсіндіңіз бе? Физикалық защита, оны дәлелдеудің керек жоқ, оған көп басында керек жоқ. Түсініп отырмыз, маска енді осы кішкентай механикалық защитаны қамтамасыз ететін болсақ, біз әрине төменгі көрсеткішке жетеміз. Оған біздің өзіміздің де көзіміз жетіп отыр. Жоқ, енді жарайды, ол сақтайтын білеміз. Ал үш болжамын қалай анықтаймыз біз, қай болжамға сәйкес келгенімізді? Ол енді күнделікті біздің көріп отқан адамымыз бар. Так же, біз мекемеміз бар, мекемелерде тексеріледі. Бүкіл мекемелерде мысалы 100% қазір 100% деп айтуға болады, өйткені маскасыз еш жерде де кіргізілмейді. Көпшілік орындар бар. Сауда орындары, басқа спорттық орындар, оларда да маскасыз сізді кіргізбейді. Транспорттар бар, қоғамдық. Онда да 100% сізді кетеді. Сізге осылардың біз сақтайтын болсақ, біз 70% және 70%-тен жоғары қамтамасыз ете аламыз. Маған мына бір дүниені түсіндіріп беріңіздерші. Қайда, мысалы үшін мынандай бір реттік маска, менен көрерменді алдағым келмейді. Мен осы масканы мысалы үшін бір күн тағам. Бұны қанша сағат сайын асырап отыру керек? 2 сағаттан аспау керек дейді. 2 сағаттан аспау керек. Суланбау керек қой, сізден шыққан немен. Бөлінбеу керек. Көрдіңіздер ме? Денсаулық сақтау министрлігі осының өзінде нақты жауабы жоқ. 2 сағат па, 40 минут па, 3 сағат па, 2-3 сағат дедіңіз. Көрдіңіз бе? 2 мен 3 сағаттың арасы қаншама? Ал енді қараңыздар. Сіз жаңа айтып отырсыз, маска тақса, ауру адам індетті басқаларға жұқтырмайды деп. Осы бірінші толқында дәлелденді ме? Ел жаңағы шілде айында маска таққанның арқасында біз сондықтан төмендеді ме? Жалғыз біз емес. Соны зерттедіңіздер ме? Дүние жүзін қоя тұрыңыздар. Өзіміздің басымыздан өтті, сондықтан өзімізде тарихымыз бар, өзіміздің неміз бар. Індеттен өтті. Яғни сіз масканың өзі қаншалық сақтайды деген күмәнмен қарайсыз? Иә, соның өзіне күмәнмен қарап тұрмын мен. Өйткені бұл кісілерде оны зерттеудің өзі жоқ болып тұр ғой. 2-3 сағат дейді. Мен оқыған 40 минут. Ал сонда не болды? 40 минут киеміз бе, әлде 5 күн киеміз бе? Әлде 3 сағат киеміз бе, әлде 2 сағат киеміз бе? Осының өзінде қаншама сұрақтар жатыр. Ол қырсық жауап, қырсық сұрақтар беруден керек жоқ. Мәселе қырсықта емес. Енді қараңыздар. Бізде неге төмендеді? Показательдарымыз неге төмендеді? Өйткені дәрі пайда болды. Дәрі пайда болғандықтан, сондықтан ғана адамдар емделе бастады. Елдің барлығы, өзімізде аптека бар ғой. Елдің бәрі очередьте тұрды. Кезекте тұрды. Түн болсын, күндіз болсын. Дәрі келді ма, айналайын, қарағым деп. Жылап келгендер қанша болды? Солар дәрі алды, дәрі алғаннан кейін емделе бастады. Яғни дәрі деп ойлайсыз ғой проблема. Біздің денсаулық министрлігі, егер осы денсаулық саланы саясатын жүргізетін болса, дұрыс жүргізу керек. Біз 10 күн ішінде Қазақстан дәрі-дәрмексіз қалдық. Көрдіңіз бе? Неге сол жағын соны ескермедіңіздер? Президент жарлығымен 2 ай сіздерге уақыт берді. Дайындалыңыздар. Елдің барлығы тым-тырыс үйлерінде отырды. Сол 2 айды тиімсіз қолдандыңыздар. 6 триллион ақша берді. Оны да тиімсіз қолдандыңыздар. Ол бұлай енді. Сағат оны ұзаққа созу керек жоқ. Тыңдаңыз. Сіз енді ол дәріні айтпас бұрын сен әуелі өзің сіз медицина институтын бітірсеңіз ойлаңыз. Бұл аурудың емдеу, арнайы емдеу тәсілі жоқ. Сіз оның последствиясы, оның симптомдарымен ғана емдейді бұны. Сіз соны білесіз, оның осложнениесімен ғана емдейді. Басқаша бұл ауру тек қана мына карантиннің арқасында ғана ең бірінші біз тоқтата алатын болсақ, тек қана карантиннің қазақша айтқанда оқшаулаудың арқасында ғана бұл өзінің нәтижесін берді. Екінші, міне, конечно, дистанция сақтау, маска тағу,
жалпы санитарлық гигиеналық тәртіптер сақтау, вот міне екінші жағы. Бұдан басқа дәріменен біз тоқтатын. Дәрімен сен өлімді азайттың. Вот это дұрыс. Другой дел. Протокол уақытында дайын болмады. Дәрімен сен обеспечить ете алмадың. Оған мен согласен. Шарықтау шегіне жеттік біз қайтадан бәсеңдесе деді ғой. Яғни дәрі пайда болуынан дейсіз ба? Иә, дәрінің әлі осы көпшілік ауырып шыққан жоқ па? О жағын мен маман емеспін. Бірақ мен өзім көзіме көргенім, ел менен дәрі алды. 10 күннен кейін рахметтерін айтып келді. Өйткені басқа да нелерден табамай келіп, жалынып, жалпайып алғаннан кейін емделіп келді, рахметін айтып кетті. Гүлін әкелді, біреулер медін әкелді, басқасын әкелді, әйтеуір бәрі келіп рахметтерін айтты. Соғықта дәрінің арқасында. Сол кезде денсаулық министрлігі келді, поликлиникалардың бәрін жауып тастады. Сол кезде халық індетпен өзі ғана қалды. Бар консультация берген фармацевттер болды. Енді бізге Самұрық-Қазына фармациясының өкілі келді. Қазір 2 айға жететін дәрінің қоры бар. Қосымша қоймаларға да біз артығымен толтырып жатырмыз. Әрбір емханада, ауруханада жеткілікті дейді. Расымен солай ма? Қазіргі сіздердегі жағдай дәрі жеткілікті ме 100%? Бізде жетеді, жетеді ғой? Дәрі жетеді. Ол аурудың протокол, емдеу протоколы жоқ. Сіздер қандай дәрі албадыңыздар? Сол анау бірінші неге жататын соларды алдыңыздар? Противовирусный, азитромицин соларды алып қойдыңыздар ма? Протокол өзіңіз қарап шыққанда 10 рет ауысты. Осы соңғы шыққан 10-шы протокол шықты. Сол бойынша емдеп жатырық қазір. Сіздер қалай 2 айға қазір 10-шы протокол бойынша жететін емдеп жатсыздар ғой? 10-шы протоколмен емдейміз. Жеткілікті дәрі. Ал енді бір дүниені түсіндіріп беріңіздер, жаңағы министрдің болжамын айтып жатырмын. Егер біз 60% халық маска режимін сақтайтын болса, қазан желтоқсан айында коронавируспен ауыратын адамдардың саны 190 мыңға жетеді деді. Бұл о баста енді пандемия басталған статистика бар ғой ортақ. Бұл сонымен қосып айтып отыр ма әлде қазан мен желтоқсанда ғана ауыратындардың саны 190 бола ма? Жаңадан ауыратындардың таралу мүмкіндіктерін есептеп отыр. Жаңадан ауыратындардың саны 190 мың адам. Иә. Оларға біз орын жеткілікті ба? Орын енді жаңа айтып отыр ғой, 65 мың адам бір уақытта жататын болса, бар койкамыздың саны 70 мың болатын болса, это уже катастрофа ғой. Ол кезде міндетті түрде карантин, локдаун жариялауымыз керек. Түсініңіз ба? Ол қатаң оқшаулау шарасына көшеміз. Өйткені медицина мекемелердің әрмен қарай қабылдауға мүмкіндігі болмайды. Ол түскен ауру кемінде бір ай жатады. Одан да көп жатуы мүмкін. Сіздер қанша палатадан шыға берсе, сонша жата береді. Оны енді ұзақ жатады ғой. Bir жетіде жатып шығып кететін ауру емес қой. Ол кемінде ең аз дегенде 14 күн жатады. Ең аз. Ең әрмен қарай кетсе, бір айлап, 2 айлап жататындар бар. Яғни біз маска тағу арқылы азайта аламыз. Азайта аламыз ғой. Тек маска тағу ғана емес, онымен қоса қазіргі енді шоу барлығында маска туралы айтылған. Тойдың сөзіне байланысты айтылып отқаны ғой енді. Әлеуметтік қашықтықты айтып отыр, масканы айтып отыр, айналып дегенде. Сіз нені қосар едіңіз? Қазіргі ауа райының суықтығына байланысты, тұмаудың өршуіне байланысты көп адамдар вакцина алудан қорқады, тұмауға қарсы именно вакцина алудан қорқады. Егер соны алатын болса, ол да жаңағы вирустың асқынып кетуіне сәл де болсын өзінің ықпалын тигізеді. Яғни асқынып кетпеуі үшін. Және де олар міндетті түрде дұрыс тамақтануы керек. Рационға әртүрлі көкөністерді қосып отыру керек. Егер дұрыс тамақтанатын болса, иммунитет жоғары болатын болса, әртүрлі вирустар оларға жұқпайтын болады. Яғни өзге вирустарға арналған дәрі-дәрмек коронавируспен күресуге септігін тигізе алады деген сөз ғой. Егер тұмау асқынып... Біз онсыз да солай емдеп келе жатырмыз ғой бір жағынан қарасақ. Симптоматикамен емдейміз только. Именно осы коронавирусты емдеу деген не жоқ қазір. Осы дәрімен, именно осы дәрімен емделіп шығады деген сөз жоқ. Только симптоматически емдейміз. Масканы тақсақ деді, қашықтықты сақтасақ, дұрыс тамақтану, белгілі деңгейде азайтады деді. Режимді сақтасақ. Сіз қалай қарайсыз? Енді қараңызшы, бір Пекинде 60 миллион халық тұрады. Бір-бірлеріне тиіп жүреді. Қайдағы арақашықтық. Бірақ та оларда ондай ауру жоқ. Сәл басқаша көзбен қарашы осының бәріне. Әрине сіздер түсінем. Кеше ненді шығарып жатыр. Қорғау маска 40 теңгеден аспасын, ал медициналық маска 60 теңгеден аспасын. Мынау қорғау ма, әлде медициналық маска ма? Ертең біз немен нетеміз? Бізге адамдар келеді айтады, сіздер неге 60 теңге, не 50-ден сатасыздар деп. Неге бізде ден түзу ақпарат жоқ? Министрлік бір нәрсені шығарады, бірақ та он егжей-тегжейін жеткізіп, мынау осылай деп түсіндірмейді. Осы масканың өзінде дұрыс па, бұрыс па, многоразовый дейді.
Біреу оны кірсанмен жуады, біреу спиртпен жуады, біреу үтіктейді, біреу үтіктемейді. Енді маска жетіспегендердің үйінде өзі тоқ тікті ғой. Біреу бір жуып қайтадан тағып Иә, жүр. иә. Ол қаншалықты қорғайды? Соның бәріне жауап беру керек. Зерттеу институттар болу керек. Олар дәлелдеп тұрып айту керек. Болжаммен осылай болса, осылай болып қалады деген ол болмайды ғой, енді мемлекеттің басқарып отқан адамдар емес олар. Иә. Расымен осы сұрақтың жауабын таба алмай келе жатырмыз. Мынау медициналық маска деген қайсы, қорғайтын маска деген қайсы, бұның айырмашылық қалай? Бағаларында бар айырмашылық. Жазған адамдар сұрау керек. Иә. Жазған адамдар. Кім жазды сонда? Бізде айтылады бұл медициналық маска. Қорғаныш маска деген былай жоғарыдан түсіп тұратын қорғаныш. Мына кісілерде ма? Міне кісілер тағып отыр. Мына кісілер яғни қорғайтын маска, қорғаныш. 40 теңге қалай сатамыз? 40 теңгеден Ол қаншалықты қорғайды ал? 40 теңгеден сатып. Тікелей сізге былай қарама-қарсы сөйлесіп тұрған кезде сіздің аузыңыздан ұшқан ауа. Айтпақшы, құрметті көрермен, мынаны ескеріңіздер. Енді иә, қазір бұл да өзекті тақырып болып тұр. Бұның біреуі 60 теңгеден қазір аспау керек, солай ғой? Иә. Базарда болсын, Иә, жеке аптекада болсын, 60 теңгеден шекті бағасы қойылған. қойылған. Мен шынымды айтайын, бүгін 80 теңгеге сатып алдым. Енді президент бүгін сондай тапсырма берді ғой. Иә. Мен 80 теңгеге сатып алдым мысалы. Мен қайда шағымдан аламын ары қарай? Енді бұл бүгін тапсырма берді, бүгінгі күннен бастаған деген сөз емес. Енді ертең ары күнде бұл орындалуға тиіс деп ойлаймыз. Ол бірақ енді үкіметтің шаруасы. Бірақ енді сондай шешімге келгенімізге, халыққа сондай жағдай жасалып жатқанымызға қуануымыз керек. Оны білесіздер, әнеу күні өлшеген уақытта біз 180, 200-ге дейін өскен сол масканың. Ол мүмкіндік ол кезде болған жоқ, дұрыс айтасыз. Бірақ адам бірдемеден мына қолында келгеннің бәрін жасау керек, сіз айтқандай жаңағы. Ол біздерде де мәселе қойылады. Медициналық министрлік ол қалтасынан масканы жасап бере алмайды. Бірақ ұсыныс бір мезгілде пайдалансаң 2 сағаттан аспау керек, 3 сағаттан дейді. Ол мысалға оның суланып кетуіне байланысты жаңағы түкірігіңмен, сен демалысыңмен. Түсіндіңіз бе? Ол мысалға больницаға таңертең кірген адам түске дейін шықпайтын айттық қой жұмыс орнынан. Ол жұмыс уақытында істеп жүргенде ол маскасын алмастыруға да уақыт жоқ. Жан жағында сіз сияқты сайрап тұрған жігіттер емес, жан жағында кілең тяжелый аурулар. 1 сағат болсын, 2 сағат сайын 60 деген маскасын ауыстыру, екінің бірі қалтасы көтермейді. Анаң іске аспай қалған уақытында ғана алмастырылады. Осыған қол жетеді ма халықтың? Сіздер жарайды айтып отырсыздар. 2 сағатта, 3 сағатта, бір күнде басқа препаратты айтпай-ақ қой. Мысалы, Ресейдің өзінде қазір көтерме бағасы 20-30 теңге. Бізде неге қымбат, неге қымбатқа сатасыздар? Бізде жалпы отандық өнімдер салыстырмалы түрде қымбат. Қазақстанда шығады мысалы. Егер конкуренция болса, бағасы түседі. Конкуренция болмаса, бағасы көтеріледі. Өзіміз шығаратын болсақ, осында Астанада 10 мекеме болса, осын шығаратын. Олар әрине төмен бағамен сатады. Ол бар мәселе аптекада болып тұрған жоқ. Аптека өз тікпейді. Бұл завод емес. Аптека деген ол тек қана сату орны ғана болды. Енді мені қараңыздар. Жақсы. Маска қорғайды. Маска кисек, ауырмаймыз, бәрі тамаша болады. Ал енді осы қаншалық қол жетімді. Халқымыз карантинда, табыс жоқ, қыс болса келе жатыр. Отын суын түсіру керек. Ертең ненің бағасын 30% көтерейін деп жатыр, жылудың. Тоқтың бағасын ол көтерейін деп жатыр. Сол кезде біздің халқымыз тамақ жеді ме, әлде маска киеді ме, әлде дәрі алады ма? Осы жағын қалай сіздер қарап жатсыздар? Назарларыңызды ашық алаң. Енді қарапайым халықты айтып жатырмыз ғой, әйтеуір өзінің шама шарқы жеткенше әркім әйтеуір маскасын қолдан тігіп, сатып алып, қорғанып жүр. Нұридин мырза, дәрігерлердің, медицина қызметкерлерінің айтыңызшы. Енді от пен оқтың арасында жүрген, былай қарасақ, науқастардың басқасында. Олардың өзі қаншалықты осы қорғаныс құралдарымен, маскамен қамтамасыз етіліп жүр? Қанша уақытта бір ауыстырады? Бізде маска, перчатка, противочумная одежда дейді ғой. Соның бәрі жеткілікті. Қазір жеткілікті. Қазір жеткілікті, иә. Басында шетелдерден алып келді ғой бәрін самолетпен. Сол кезде вот жеткіліксіз болды. Басында бір киімді, мысалы, бір противочумканы бізде 6 сағат сайын ауыстыру керек. Біз 8-9 сағат сайын киіп жүрдік. Сосын барып арасында уақыт болады, демалыс уақыт деген. Ауысысымен істейміз. Сол кезде киім ауыстырамыз. Бағана үстімізде киімнің бәрін шешеміз. Қайттан шығатын кезде бізде чистый зона и грязный зона деген бөлінеді. Грязный зонаға кіретін кезде шешеміз, чистый зонадан
қайттан жаңасын киіп шығамыз. Қазіргі уақытта ондай ешқандай проблема жоқ. Ондай проблема болмасын деп тілейміз. Болмасын деп тілейік. Енді сен коронавирус жұқтырдың ба жоқ па, анықтаудың бірақ қана түрі бар, ол ПТР тест. Қазір енді біз көрдік қой, бір күнде кеше мысалы үшін коронавирус 74 адам жұқтырды, жалпы статистика 109 мыңға жақындап қалды. Егер біз зерттеу орталықтарын көбейтіп, барлық тұрғындарды міндеттейтін болсақ, статистика бір екі есе көбейетін сияқты, қалай ойлайсыздар? Мүмкін. Өздігінен үйде ауырып шыққандар да көп болды ғой бізде. Ол жалпы лабораториялық қамту жөнінен Қазақстан енді алдыңғы орындардың бірінде. Қазір мысалы сіз кеше 74 адам тапты, оңына жеже берді деп тұрсың. Сонда мысалы бір күнде 24 мың адам тексерілді. 24 мыңның адамның ішіне 74 адамда ғана оңына жеже беріп тұр. Ол жақсы көрсеткіш дейсіз ғой. Бұл енді мына тақырып жасағаннан кейін біз әлеуметтік қоғамға жауап беретін министрлік емеспіз ғой. Біз мына өзіміздің қолымыздан келетін халықты сақтау, қалай сақтай аламыз, сол жөнінде қолымыздан келетін нәрсені айтуымыз керек бұларға. Әуегейліктің керегі жоқ, біз маска керек. Мен өзім көзім жеткен нәрсе, мен оның басы қасында болдым, өзім де ауырдым, коллегаларым да ауырды. Өзіміз қолымызбен ұстап, көзімізбен көргеннен кейін айтып отырмыз. Масканың көмегінің бар екен. Екінші, әлеуметтік қатынас. Ол бостан босқа айтылмаған, ол мысалға сенің түкірігінің ұшу қашықтығы. Сөйлеген кезде. Яғни ара қашсақ қолдайды болса. Иә. Ол мынау адамдарды қашықтықта оқыту, балаларды, адамдарды қашықтықта жұмыс ету. Санитайзерлерді міндетті түрде қойып, өйткені қол арқылы біз бет ұстаймыз маска болғанмен, сол арқылы маскадан да көп жұқтырамыз қол арқылы. Даже ол әрмен қарай зерттей бастайтын болсаң, бұл маска көзден гөрі біз қол арқылы, негізінен қол арқылы жұқтырамыз. Ұстамайтын нәрсе жоқ. Контактың бәрі қол арқылы. Осы мәселелерді біз көтеруіміз керек халыққа. Осы қолдан келетін нәрсені. Келмейтін нәрсені үкімет өзі де итақта күнде қойылып жатқан сұрақ қой, меніңше өзі шешеді. Масканың бағасын арзандату туралы, немесе дәрі-дәрмекті қамтамасыз ету туралы. Ол әркімнің министрлік бар, шешетін ведомстволар бар. Біздер дәрігерлер өзіміздің қолымыздан келетін нәрсені жұртқа айтып, жұртты дұрыс бағдар беруіміз керек. Оған азайтатынымызға біз көзіміздің жететін болғасын ғана айтып отырмық. Осы мәселені көтеріп отырмыз. Енді байланысты тағы бір сұрағым бар. Біз енді болжам жасау үшін де ары қарай білуіміз керек қой. Қанша адам жұқтырып отыр, оны жүйелі түрде біз зерттеу жасауымыз керек. Жасалып жатыр ғой. Жасалып та жатыр. Осыған байланысты министрдің бір сөзін оқып бергім келіп отыр сіздерге. Қазіргі уақытта зертханалық зерттеу деңгей елде тәулігіне 40 мыңға дейін жеткізілді. Пандемияның кезекті толқынына дайындалу мақсатында жылдың соңына дейін зертханалық зерттеудің тәуліктік мөлшерін 63 мыңға дейін жеткізу көзделіп отыр дейді. Расымен тәулігіне 40 мыңға жете алдық па біз қазір? ПТР тестті зерттеу жағын? Өткенде ғана ең жоғары пигіне жеткен уақытта біздер сонда тексеруге өткен жататын контингент болу керек. Қазір біз кімді тексереміз? Қазір ең бірінші тексеріп жатқанымыз Россия мен Еуропада көтеріліп жатқаннан кейін ең бірінші кезекте сол жақтан келгендерді тексеріп жатыр. Сосын мына жабық мекемелер таралуы мүмкін. Контактіде болатын адамдар. Мысалға, сол адамдардан жаңа 17 мың, 24 мың деп тәулігіне тексеріп жатыр, 14 мың. Соларды негізінен тексеріп. Егер мысалға сіз ауырсаңыз, сіздің айналаңызда контактілер пайда болады. Ол кезде ол тексеретін қазір біз еселеп өседі. Қанша зерттеу жүргізіп жатырмыз тәулігіне? Қазір 14 мыңнан 24 мыңның арасында где-то тәулігіне тексеріп жатыр. Бірақ бүгін 40 мың деген мәлімет қайда шықты? Ол мүмкіндігіміз қазір бар деген сөз. Біз ана тестті сатып алуға байланысты ғой. Лабораториялар дайын. Істеуді біледі. Лаборанттар специализациядан өткен. Сол дайындықты айтады. Ал ана жаңағы дайын тесті Россиядан я Қытайдан сатып алу, ол механикалық зат. Енді осы ПТР тестілеудің өзінде қарасақ, бағасы жөнінде бүгін президент айтты, көрдіңіз бе? Әртүрлі мәлімет бізде. Тиімді емес. Өте бағасы төмендетілу керек. Ол да осы алдағы жетте шешілу керек бағасы. Бағасы өте қымбат бізде, 10 мыңнан 18 мың аралығы. Өте қымбат, иә. Ол да жаңағы сол конкуренцияның болмауынан меніңше соның есебінен болу керек. Өйткені біздерде министрлік тендер жариялайды дейсіз ғой. Тендерге 2-3 мекеме қатысады, олар өздерінің бағасын қояды. Ол министрлік оның бағасына влиять етуі қиын өте. Яғни бұл жерде де бізде бәсекелестік жоқтығынан ба? Әрине. Аз болып тұр ғой. Баға кез келген жағдайда бәсекелестік жоқтығы монополия әсер етеді, солай ғой? Әр жерде, әр елде, әр уақытта именно бәсекелестік болмағандықтан баға өседі. Ол мемлекетте қирайды. Міне кеше кеңес одағы неге қирады? Бәсекелестік болған жоқ. Партия, бірақ партия болды. Елін бәрін қамтамасыз ететін тамақпен, киімбен бірақ мекеме болды.
конкуренция болған жоқ, өлді де қалды. Мемлекет өліп қалды. Көрдіңіз бе? Сосын мына птр тестілеуге қатысты өзіме статистикасында нақты көрсеткішіне көз жеткізе алмадым. Мен министр 40 мың дейді, Жұмабек мырза сіз енді 16-25 мыңның аралығы дейміз. Мысал үшін тауарлар және көрсетілетін қызметтің сапасы қауіпсіздігін бақылау комитетінің мәліметі мүлдем басқа. Олар 2020 жылдың ақпан осы сіз айтқан жаңа қыркүйек айларындағы жүргізілген птр тесттің екен нәтижесін қарап көрсеңіздер, міне ақпан айы, наурыз, сәуір, мамыр ең көбі мінекей қыркүйек айында 494.638 рет мінекей птр тест қыркүйекті қарап отырсаңыздар ең көбі 494.638. Осыны 30 күнге бөлсеңіздер сол шамамен 16-17 мыңнан келеді. Бұнда кімге сенеміз өзі? Бәріміздің айтқанымыз бір жерден шығып тұрғанына сенесіз. Өйткені сұраныс болу керек. ПТР-де бұл беталды жүргізуге болмайды. Ол қазір ондай таралым болып жатқан жоқ аурудың. Ол бостан босқа, ол мысалға жаңа айтып тұр ғой, 8 мыңнан 15 мыңға дейін ба бағасы? Ол далаға шашу, ол үкіметтің ақшасы ол. Сұранымы бар ғой әрқашан. Ол мысалға әрбір білет, дәрігерлердің бәрі білет. Әрбір жаңағы манипуляция жасау үшін ол сізде оған негіздеме керек. Негіздеме керек. Сіз мысалға ауру болсаңыз, оның диагнозын қойылу керек. Сол ауруға операция жасау үшін. Ол лабораторияда сонда анализ жасау үшін оған сұраныс болу керек. Да, мына ауруға тексеру керек міндетті түрде. Ол ауру сізде жоқ екен, біліп тұр, клиникалық көрсеткішіміз жоқ. Эпидемиологиялық сіз ауру адаммен контактте болған жоқсыз. Сізді не үшін тексеруге тиіссіз? Үкіметтің 14 мың далаға шығар. Өйткені сұлтанға жетті де мәндемесін оқып көрсеңіздер болады. Расымен жаппай птр тесттен өткізу керек па бізге? Егер симптом болмаса, егер адам нетпесе, неменеге өткізесіз? птр тесттің бағасы да өте жоғары. 10 мен 18 мың аралығы. Сол әртүрлі медициналық препараттарды сатып алғанға қаншама ақша кетіп жатыр адамдарда, соның орнына олар дұрыс тамақтанып, жаңағы күніне 5-6 мезгіл тамақтанатын болса, калорийный болатын болса, ақуыздар мысалы рационда 20%-дан жоғары болатын болса, және де майлар 30%-дан жоғары болатын болса, және көмір сулар 50%-дан жоғары болатын болса, олар көмір су, ақуыз дегенді былай түсінбейміз, тамақтың атауымен атап бермесеңіз. Яғни жаңағы сүтті өнімдер, жұмыртқа жатады, және де еттер, әртүрлі еттердің барлығы сол ақуызға жатады. Майларға күнделікті қолданып жүрген өсімдік майы, және де жаңағы қойдың майы деген сияқты сол майлар жатады. Ал көмір суларға қарақұмық, күріш, сұлы, солар жатады. Соларды көбірек қолданатын болса, және де жеміс-жидектерді көбірек қолданатын болса, көкөністерді көбірек қолданатын болса, оларда ешқандай вирусқа қарсы иммунитет мықты болады. Сол себепті олар көп ауырмайтын болады. Ал енді біздің көпшілікті тағы бір алаңдататын мәселе, ол балалардың денсаулығы. 6 үйден шыққан жоқ, 4 қабырғаның арасында отыр қазір. Мектепке де бұрынғыдай дене шынықтыру сабағына қатыспайды. Олардың да иммунитеті әлсіреп кетуі мүмкін ғой. Олардың да иммунитеті әлсіреп кетуі мүмкін. Егер оларды ата-аналар бақылауда ұстамайтын болса, егер олар қалаған тамақтарын жейтін болса, жеңіл-желпі, жаңағы тез дайындалатын фастфудтар, майлы тағамдар, соның барлығын қолданатын болса, олардың иммунитеттері түсіп кетеді. Өйткені олар оны арзан деп ойлайды, дұрыс тамақтану қымбат деп ойлайды. Сол себепті олар қалаған тамақтарын, тәтті тамақтарды, бірақ оның ешқандай пайдасы жоқ. Сол себепті ешқандай иммунитеті жоғарыламайды. Балалардың иммунитеті түсіп кететін болса, олар тез шалдығып қалуы мүмкін осы вирусқа. Түсінікті. Енді өзі біздің елде коронавирустың ресми түрде танылған өз 3 белгісі бар. Бірінші дене қызуы, дене температураның көтерілуі, екіншіден ұзақ жөтел, және иіс, дәм сезбеу сияқты. Енді британдық ғалымдардың хабарлауынша тағы да бірнеше белгілері бар. Ол жаңа буындардың ауруы, бұлшық еттердің шаршаудың жоғарылауы, және де аяқтың ісуі дейді. Енді жарасымен бірінші толқын кезде көрдік қой, әлеуметтік желіден де жазып жатты. Денемді бір ұрып тастаған сияқты, ертең тұра алмай жатырмын деген сияқты, бүкіл денем ауырды деп. Тағандай өз клиникалық белгілері бар бізде. Нені байқадыңыздар? Тағы көбінесе бана хронический аурулар бар. Сол науқастарда ауыр түрде өтеді. Әсіресе қант диабеті дейді. Асқынып кетеді. Қант диабетімен жатқан науқастарда прям осы аяқтары ісініп, беттері ісініп, прям көз астында шұқырлар пайда болып, прям қатты ауырды. Осы қант диабетіне негізі сол адамдарға шектеу қаттырақ қойылу керек. Шектеуді қатаң түрде салу керек. Себебі көбісі мән бермей, шынымен бұл көп проблема осы қант диабеті туралы. Қант диабетінен. Қазір денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметовтың бір сөзін оқып бергім келіп отыр. Экранға беріңіздерші.
Қан диабеті бар науқастар кез келген инфекциямен ауырған кезде қаны қоюланып кетеді. Коронавирус көптеген созылмалы аурулардың жағдайын қиындата түседі. Қан диабеті қосымша патологияға кері әсер етуі мүмкін. Қан диабеті кез келген қосымша аурудан кейін, соның ішінде коронавирустан кейін асқынып кетіп, қалпына келуі күрделі болады. Созылмалы дерті барлар, соның ішінде қан диабетімен ауыратындар өздерінің денсаулығына айрықша мән бергені жөн дейді. Расымен халықаралық диабет қауымдастығы мәліметінше Қазақстанда ресми түрде 700 мың адам қан диабетімен ауырады екен. Бұл ресми түрде тіркелгендер. Шын мәнінде өте одан да көп болуы мүмкін. Яғни өте күрделі проблема. Осы қан диабетімен ауыратындар енді қалай күреседі? Қалай сақтаймыз? Инфекция жұқтырып алған жағдайда. Қан диабетімен ауыратын науқастар міндетті түрде дәрігерге көрінуі керек. Олар міндетті түрде өзінің қанындағы инсулиннің нормасын біліп отыруы қажет. Егер көтеріліп кететін болса, міндетті түрде рационнан жаңағы майлы тамақтарды, тәтті тамақтарды, яғни қант қосылған тамақтардан бас тартуы керек. Көбінесе рационда белок көбірек болу керек, ақуыздар көбірек болу керек. Сонда оларда бұндай проблема өте аз болады. Немесе мүлдем болмауы мүмкін. Бір нені қоса кетейінші, жаңа балалардың несін айта кеттік, басқа да иммунитет ең керегі иммунитетке. Басқа витаминдерін, басқа нелерін усваиваемыз, оған витамин D3 керек, D3 витамины. D3 витамины ол жаңағы күн сәулесінен біз загар аламыз. Ол мынау нені денені майы қан арқылы бауырға жазды күні жалаңаяқ жүргізімдер деушеді ғой. Бауырға барады, сосын бауыр витамин D3-ті нетеді, вырабатывает. Вот осыны қазір қыстың күні біз далаға шығармаймыз. Олар жаңа карантинда үйде отырды, оларға күн сәулесі жетіспей жатыр. Сондықтан қолдан істелген енді бар ғой, әр дәріханада бар. Витамин D3-ті алып бергендері дұрыс болады. Сонда кальцияда да, басқа да нелердің барлығы өз ретіне келіп, иммунитет көтеріледі. D3 дейді, дұрыс па? Берілген ба балаларға? Ақыр осы аудитория үлкен, сондықтан қазір айтып қойып, халқымызға не ғой енді, денсаулығын сақтаған дұрыс. Соны айтып қойын деймін. Поликлиниканың өзіне назначать етеді витамин балаларға. Емханалардың өзінде тегін беріле ме ол? Тегін беріледі. Тегін. Емханада тегін беріледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы олар жүргізген зерттеу бойынша ауырғандардың бәрінде де бір көрсеткіш, ол мына как раз D3 витаминінің жетіспеушілігі. Бәрінде байқалған, поголовно. Сондықтан енді бұл кісілер міндетті түрде негізі емдеу протоколына кірген болды. Ауыр жатқан адамдарға ғой. Мына нәрсені сұрағым келеді, жаңа ресми деректі көрдіңіздер, Қазақстанда қан диабетіне шалдыққан науқастардың саны 700 мың асқан дейді. Бұл көрсеткіш бұрыннан осындай ма әлде кейінгі жылдар көбейіп бара жатыр ма? Бұл негізі алдын қатты байқалынбайтын бұл ауру негізі. Осы коронавирус келгелі, банағы именно сол қан диабетімен ауырғандардың ауыр өткеннен кейін, соларда көп статистика енгізілді ол. Статистика енгізіліп, көп науқастардың бәрі, бізде стационарда жатқандардың көбісі қан диабетімен ауырады. Осы қан диабетімен осы вирус болмағанда, оның алдында 300 мыңдай болатын. 300 мыңдай адам осы Қазақстан бойынша қан диабетімен тіркелген екен. Вирусқа дейін? Иә, дейін. Оның бүкіл әлем бойынша 400 миллионнан астам адам осы қан диабетімен шалдыққан екен, қан диабет. Менде осындай бір мәліметті таптым. Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы басқармасы төрағасының міндетін атқарушы Махаббат Бекбосынова кейбір науқастардың коронавирус инфекциясынан кейін қан диабеті пайда болғанын айтыпты. Мінекей. Қан диабеті дейді, алғаш рет пайда болған пациенттер тобы бар. Оларда коронавирус инфекциясына дейін бұл ауруға шалдығуға негіз болмаған еді. Қазіргі кезде халықаралық регистр бар, оған коронавирустан кейін алғаш қан диабетімен ауырған пациенттердің барлығы енгізіледі. Бұл шаралар осы диабеттің патогенезін түсіну үшін және оны емдеу жолдарын айқындау тұрғысында қажет. Бұл өз кезегінде коронавируспен ауырған адамдарды қатты алаңдатып отыр. Сондықтан бұл бағыттағы ем-дом шаралары зерттелуде дейді. Расымен коронавирустан кейін осы ауру пайда болуы да мүмкін деген сөз ба? Өте жиіліп кетті, өте көп адам ауырып қалды осы коронавирустан соң. Бұл неге байланысты сонда? Адамдардың иммунитетіне байланысты. Именно созылмалы аурулары бар адамдар көбінесе осы індетке шалдығып қалды. Сол себепті осы қант диабеті де өршіп кетті. Және де міндет түрде жаңағы тек дұрыс тамақтану емес, онымен қоса бөлмені тазалап отыру керек, залалсыздандырып отыру керек, және де әртүрлі жаттығулар жасау керек, өкпе жолдарына жаттығулар жасау керек, күнделікті таза ауамен тыныстап, алшақ жүру керек.
Жақсы. Жалпы енді коронавирустың қай нәрсеге де әсері бар ғой. Жалпы қоғамда біздің күнделікті әдет ғұрпымызға дейін сол сияқты бүкіл ауруға да әсері болды. Қай жерің ауырады, соны одан ары асқындырады. Қай жерің ауырады, сол жерде асқындырып тұр бұл. Бұл енді ішкі без ауруларының кесірінен ғой, қан диабеті деген. Бұл бұрыннан да өсіп келатқан нәрсе. Өйткені мына соңғы кездері, осы әсіресе 20 жылдықта біздің күнделікті өмір сүру салтымыз қатты өзгеріске ұшырады. Соның ішінде тамақтану рәсіміміз, соның ішінде салмақ деген қазір 30% бізде страдайды, ересек адамдардан. Салауатты өмір салтын ұстанбағандықтан ғой. Соның кесірінен бұл онсыз да өсіріп алған ауруымыз өсіп келатқан. Бірақ енді есепте болмай қалуы мүмкін. Бірақ мына аурудың өршуіне байланысты қазір жұрттың бәрі медициналық мекемелерге баруы көбейді. Соның арқасында қосымша Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирге қосса, қайырлы кеш. Алло, саламатсыздар ма? Қайырлы. Сәлеметсіз, сұрағын жолдай берсеңіз бірден. Мен мынандай ғана сұрақтарым бар. Бұл жаңа айтып жатыр, балаларға тегін дәрі-дәрмек беріледі деп. Неше жасқа дейін беріледі? Жаңа витамин D туралы айттыңыздар ше. Сол витамин D3 қай уақытқа дейін беріледі? Біздің жақта осы уақытқа дейін бұл тегін болған жоқ. Ешқандай тегін дәрі-дәрмек алған. Қай өңірде хабарласып тұрсыз? 5 баласы бар. Қызылорда қаласы. Өзінен ба? Иә, өзінен. Рахмет, түсінікті сұрағыңыз. Қызылордада тегінің әкесі баяғыда өліп қалған дейді. Қай жасқа дейін беріледі? 5 жасқа дейін негізі. 5 жасқа дейін, е? Баланың сүйегі қалпына қатайып келгенше. 6 жасқа дейін, 5-6 жас. Мен 2 ұлым бар. 5 жасқа толмаған. Біз аптекадан өзіміз алымыз береміз. Емдеуші дәрігерге барып айтуыңыз керек. Осынай деп. Иә, хабарымызда жалғастырайық. Жаңа 5 жасқа дейін балаларға D3 витамин беру керек дедіңіз. Осыған байланысты біраз сұрақтар келіп түсіп жатыр бізде. Ол үшін қайда баруымыз керек? Және дәрігердің диагнозы керек пе әлде сау балаға да беріле бере ме дейді? Қысқаша түсіндіріп өтіңіздерші. Профилактикалық мақсатта әрбір балаға беріледі. Өзінің емдеуші дәрігеріне барып сұрау керек. Яғни ол әр емханада болу керек. Болу керек, иә. Түсінікті. Енді мына әлемдегі жағдайға да тоқталып өтсек, әсіресе мына Европада жағдай күннен күнге ушығып бара жатыр. Тура біздің бірінші толқындағыдай қазір дәріхананың алдында ұзын сонар кезек. Әсіресе Испанияның Мадрид қаласы бар, Францияның бар, Италияның бар, Германияның канцлері Ангела Меркель алдағы 7 күнді бақылап көреміз. Коронавирус жұқтырғандардың саны 50 мың мен 100 мыңнан асатын болса, шұғыл қатаң шара қабылдаймыз деді. Мен бұны айтып отырған себебім, қазір біз осы Германияның Вецлар қаласынан байланысқа Ғалия Хартман ханыммен шығып көрсек, осы Германия елінде 30 жылдан бері тұратын біздің қазақтың дәрігері, реанимация бөлімінің меңгерушісі. Қосылып көрейік. Ғалия ханым, қайырлы кеш. Дауысым естіліп тұр ма? Дамасты жақсы естіп тұрмын, я рахмет сізге. Иә, Германияда қазіргі ахуалды да айтып берсеңіз, жалпы мамандар сіздердегі дерттің өршуін немен байланыстырып жатыр? Бізде осыдан 2 апта бұрын жақсы болып қалды коронавирусымыз, кішкене төменге түсіп қалды. Мінекей мен өзім осы 2 апта бұрын ауылдан келіп отырмын, содан бері қарай күннен күнге өсіп бара жатыр. Біз Германияда, енді Испания, Италияға қарағанда аздаумыз. Бүгінде есіп отырған шығарсыздар, бір күннің ішінде Италияда 28 мың адам коронавируспен ауырып отыр. А бізде бүгін статистикіміз енді бүгін солай болып көрсетіп отыр. 4500 дейді. Ондай болып көрген емес едік. Осы күнге дейін марттан бері қарай енді алысып келе жатырмыз ғой. 200-300 деген күніне бізге көп деп есептелінетін. Ал енді қазір мыңдап кетіп жатыр. Соған қарағанда бізде біраз қорқыныштамыз. Ал бұның себебі неде деп ойлайсыз? Билік қандай шаралар қолданып жатыр сіздерде? Бұның себебі жаңағы, ол енді біз күлеміз ғой, Қазақстанда да көп жиналады, ой көп, той көп деп. Сол сияқты біздің де тойымыз көп бұл жақта. Сол ма деп ойлаймыз. Сол жаңағы бұл жақтарда жаңағы Турциядан келген адамдар көп тұрады. Біз енді қазақтар азбыз. Басқа националитеттер көп тұрады. Солар жаңағы өздері жиналып сондай тойларын жасап қояды, тәртіпке көнбейді. Содан ба деп ойлаймыз. Жүзінген жаңағы сіздерді айтып жатырсызды ғой, маска, бетперде деп, соны тағып шығу керек дегенді де бәрі жаңағы жастар,
сақтамай жатыр оны. 4 ай үйде отырғаннан кейін бәрінің ішіп жаз бойы далаға шығып қашып кетті, балалар далада жүрді. Айыппұл салынған шығар сіздерде тақпаса? Не дейсіз? Айыппұл салына ма? Иә, бүгін ертеңнен бастап сондай қазір айыптар шығып жатыр. Егер маскасыз жүретін болсаңыз, жаңағы публичный жерде дейді ғой, 250 евро салып қорқытпақшы. Оның қорқпайтын адамдар бар ғой. Адамдар әртүрлі ғой, оның бәрін енді көреміз. Қалиғам, сіз енді реанимацияда жұмыс істейсіз ғой? Иә. Солай ғой? Иә, енді жансақтау бөлімі. Енді бірінші толқында жаппай ауруды ғой, дүние жүзінде. Қалай күрестіңіздер? Сіздерде мына ИВЛ аппараттар жетіспей қалған жоқ па? Жоқ, бізде ондай болған жоқ. Бізде жетіспей қалғаны, бізде орындар дайындады ғой. Бізде осы не шықты ғой, шыққан кезде мартта қатты шықты ғой, жаңағы осы дауыс шыға берген кезде, сол кезде біздерде жаңағы қосымша ауруханалар соқты. Бізді тиіспей қойып, біз өз орнымыз ғана бар ғой. Мен өзім бір ауруханамды жақында ғана ашып отырмын. Ол жерде мен де көп адам аламайын, басқалар да көп адам аламайды. Реанимация деген білетін шығарсыздар, сіздерде де бар. Ол жерде 6 адам, 7 адам, ары кетсе 10 адам ала алады, ары қарай ала алмайды. Сол үшін бөлек жаңағы ауруханаларды салды, тездетіп 1 айдың ішінде, 2 айдың ішінде болды. Сол жерлерде басында жетпеушілік болды, бірақ 1 айдың ішінде, 2 айдың ішінде. Жақсы, менде тағы бір сұрағым қалды. Мына реанимацияға түскендердің ішінде әсер қандай белгілер, қандай симптомдар көп кездесті? Пневмония деген сияқты. Я сол жаңа сіздерді айтып жатырсыз ғой, температурасы көтеріліп, аузынан дәм кеткен, жаңағы демаламай қалулары мүмкін. Тез арада жаңағыдай реанимациямен, машинемен демалдырып, сол кісілердің сондай симптомдарымен, жаңа басында біз де білмедік қой бұның қандай екенін. Сразу сол ауруға жаңағы тексеру жасап тауып жатты. Жақсы, қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Аман болыңыз. Елге жиі келіп тұрыңыз. Иә. Коронавирустың күніге бақтырамын. Жақсы, сау болыңыздар. Енді біздің елде де ертеңнен бастап карантин шаралар күшейтіліп жатыр. Мысал үшін Маңғыстау облысы бойынша көрермендерге айтып кетейік. Демалыс күндері Маңғыстау облысында бұдан былай уақытша қоғамдық көлік жүрмейді. Фитнес орталықтар, жаттығу залдары жабылады, сондай кафелер мен мейрамханалар кешкі 21:00-ге дейін, ал киім-кешек, құрылыс базарлары мен гипермаркеттер 16:00-ге дейін жұмыс істейді. Бұдан бөлек діни нысандар жұмысын тоқтатты. Жергілікті полиция той, ас беру, садақа тарату секілді отбасылық мерекелерді өткізбеу үшін патрульдік жұмыстарды күшейтеді дейді. Енді былай қараса, Маңғыстау облысы вирустың таралу бойынша бір жағдай ушығып тұрған аймаққа жатпайды бізде. Бірақ сақтық шараларын ерте бастап кетті. Дұрыс шығар. Енді ең үлкен мегаполис бізде Алматы, Нұр-Сұлтанға да бәлкім бастау керек пе? Енді ол бізде соңғы көрсеткіштер бізде жалпы тұрақтылау болғасын, қазір Жамал бейқарымдау ғой, бірақ енді Маңғыстау ерте бастаса, одан кеш емес. Білесіздер, мына осы уақыттарда мына осыларды тексеру жөнінде жалпы айтып отыр ғой, міндетті түрде мемлекеттен, оның ішінде санитарлық қызметтерді мониторинг жасау жөнінде топ құрылды. Бәр жерде тексерілді, білесіңдер. Ол айтылған сөздер емес оның бәрі. Ол сол тексерулердің кезінде 15.817 факт тіркелген екен. Бұзушылық жаңағы маска кимеуден бастап, дистанцияны сақтамау, мекемелердегі жаңағы адамдардың арақашықтықтарын сақтамау, немесе транспортта маскасыз жүру сияқты жалпы осы аурудың таралуына себепкер болатын жағдайлар тексерілген екен. Оған әрине біздің олардың бәрі документтердің, протоколдардың бәрі санитарлық қызметтерге түсіріледі. Олардың тарапынан 1,2 миллионға дейін айыппұл салынған екен. Енді әр қалада талап әртүрлі. Соңғы қарағанда сол әр өңірдің бас санитары әкім өзі қабылдайды ғой шешімді. Соған келе жатырмын. Сол жаңа көп факт тіркелген жердің біреуі жаңа Маңғыстау облысы, Қызылорда, жаңа өзіңіз білесіз, Қостанай облысында мысалы сондай фактілер, Алматыда өзіңіз айтқан көп тіркелген осы бұзушылық. Сондықтан енді ол әкім сол жерде өзінің жергілікті санитарлық дәрігер өзі қабылдайды қаулысымен. Осыны алдын ала көріп тұрса, ол кісі аурудың алдын алу үшін алдын ала қабылдап жатқан шарасы. Яғни министр айтты екен деп желтоқсанды күтіп отырудың қажеті жоқ. Жоқ. Күн ертең жабылып қалуы да мүмкін жағдай ушықса. Әрине. Ол әркім өзінің, біздер жаңағы сіздерде күнбе-күн мына не істеп тұр. Көрсетілімдер бар. Мына эпидемиялық жағдайды қадағалау матрицасы дейді. Ол өзі 3 түрге бөлінген, көресіздер де. Біздер қазір сары түсте тұрық.
Ол деген не? Ол мысалы 100 мыңға шаққандағы аурушаңдықтың или сырқаттанушылықтың көрсеткіші. Ол бізде қазір 10 мың маңында. Ол сосын жаңа репродуктивный коэффициент дейді, ол бір аурудың жан-жағына ауру тарату мүмкіндігі. Ол қазір 1-дің маңында бізде. Асып атқан жоқ. Осы екі көрсеткішке байланысты. Қазір оның маңында ол 50 адамға дейін жететін болса, міндетті түрде ол қызыл зонаға кіргізіледі. Онда қатаң карантиндік шара. Жақсы, түсінікті. Жалпы енді мониторинг топтарының жұмысына көңіліңіз тола ма? Қаншалықты осы той-томан ас беру, той-томалақ тоқтады ма бізде? Енді бұл тоқтамайды ғой енді. Өлігі бар, тойы бар, несі бар, өткізеді. Бірақ та жалпы тек қана сол арқасында адамдар өліп жатыр дегенге мен аса сене қоймаймын. Әрине болды ондай нелер, ақпараттар болды. Таныстарымның ішінде де болды. Біз асқа барып едік, осындай болып еді. Енді ол жерге бармауға болмайды деп. Өйткені сыйл азамат, құдамыз, неміз, араласамыз деп сөйтіп. Ол енді басқа тақырып. Мен айтайын деп отырған тақырыбым ол мынау. Ақыр біз карантинға бара жатырмыз. Халықтың жағдайы анау. Асып тасып жатқан ешкім жоқ. Осы үйде отырған адамдарға жаппай барлығына анау тек қана мыналарға берейік, қалғандарына бермейік деген болмау керек. Өткен жолында 4 миллион адамға 42.500 емес. Жаппай барлығына беру керек. Бала тамақ ішпейді ме? Ішеді. Үлкен тамақ ішпейді ме? Ішеді. Бәрі керек керек. Сол сияқты, егер жағдайымыз асып тасып жатса, онда бермей қоюға болады деуге болатын еді. Бірақ та осындай жағдайда, осындай қиыншылық кезде мемлекет өзінің күшін көрсетіп, өзінің қамқорлығын көрсетіп, сол 42.500 шектелмей, оның үстіне тағы да 30% кемінде қосса, 65 мың әр азаматқа беру керек. Енді бұл ұсынысымызды комиссияның еншісіне қалдырамыз енді. Жауап беретін адамдар бар ғой. Мәселе жауап беретін емес, енді сіздер барлықтарыңыз бас қосасыздар, барлықтарыңыз ақылдасасыздар. Сондықтан осы сұрақты сіздер былай шетке тастамаңыздар деген ұсынысым ғой. Халықтың жағдайы. Иә, халықтың жағдайы мүшкіл болып тұр. Ол жаңа сіз айтып отқандай дұрыс, оның күресу мүмкіндігі де артады. Ол жақсы тамақтанады, әрине қосымша жарыса. Ол жылы, қазір күз суып келатыр, жылы киінеді, жақсы отын алады үйге, жылытатындай мүмкін. Сондықтан ол жәрдем берілсе, үкіметтен әрине оған ешкімде қарсы емес, тек қана құптаймыз. Енді бір жағынан көшеде жүріп, осы бір қазаның соңымен бір желтоқсанды күтіп отырғандай болып байқалады да маған. Осының алдын алып, бүкіл қалада карантин талаптарды әлден күшейте берсек болмай ма? Сізбен біз бұның алдында да бір хабарларға қатыстық. Біз жаңа өзің айтып отқан қазан менен қарашада өзіміздің үйренген мынау гриппен, тұмауменен жалпы ОРВИ деген ауруымыз келді. Одан біз адамдардың жеке өзінің арасында 600 миллион арасында адамдардың үйге тығылуына байланысты, күннің суытуына байланысты ол бас көтереді. Осының алдын алу үшін біз оларға қарсы екпені өткен айда мына қыркүйек айының басында бастап кеттік. Өйткені осы мына ауру ковидта ертең асқынған уақытта таң келетін болса, оған дейін хотя бы мына ауруларда иммунитет пайда болсын. Бұл кісілерді екеуі қатар келген соң екеуінің симптоматикасы да бірдей. Бұны ажырату тек қана лабораториялық әдіспен ғана. Ол тест арқылы ғой. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Тікелей эфирге қосайық. Қайырлы кеш. Алло. Қайырлы кеш, сұрағын жолдай беріңіз. Ассалаумағалейкум. Естеріңізде болса, мақсат осы студияда ақпан айларында министр, оның баспасөз хатшысы және жауапты мамандар келіп айтқан, бізге келген жоқ, келген кезде біз дайынбыз, А жоспары, Б жоспары, дәрі-дәрмек бәрі дайын деген. Нәтижесінде ештеңе дайын болмай шықты. Қанша адам ауырды, қанша адамнан айырылып қалдық, ешкім жауап берген жоқ. Министрде ешкімде. Қазір тағы солай болып тұр да осы студияда. Бәрі дайын, бәрі осындай дәрі-дәрмек бар, койка бар дейді. Ертең сондай болып қалмасында қандай кепілдік бар, кім жауап береді? Мамандар не дейді осы туралы? Соны білгім келеді де менің. Жақсы, мен де есіме түсті. Министр осы студияға келіп болжам жасаған, ауырғандардың саны ары кетсе бір 8 мыңға жететін шығар деп. Қазір 108 мыңнан 109 мыңға жақындап қалды. Расымен біздің дайындығымыз қалай?
енді ол айтқан адамдар білесіздер ғой, енді сөзіне жауап берді. Үкіметтің шешімімен ол министр бүкіл командасымен кетті. Иә? Бірақ жауап беретін жерінде олар жауап береді. Айтқан сөздері жіберген қателіктер үшін. Қазіргі енді біздің министрдің өткенде тікелей сіздерге келе жауап бергенін көрдіңіздер. Біздерде енді одан алған біздің ащы сабағымыз жеткілікті. Өйткені ең ащы сабақ ол адам өмірінің қиылуы. Қазіргі таңға біздің 1700-дің үстінде адамнан айырылып отырық. Біздің ол ағайынымыз, туысымыз, бауырымыз, өздеріміздің. Оны біз барынша азайтып болдырмауымыз керек. Барынша азайтуымыз керек қолымыздан келгенше. Осыған байланысты ең бірінші істелген нәрсе біздің мына ауруларды қабылдау мүмкіндігіміз болған жоқ. Оны мойындау керек. Орын жетіспеді. Дәрі жеткен жоқ. Рапорт бергенменен сол облыстардың бастықтары сол облыстарда бірінші болып дәрі жетпегенін көрдік. Жақсы, сол енді осылардың бәрінен қателік қайталанбасын деп бәрі дұрысталды. Оны өзің көзіңізбен көріп жатсыз. Салынып жатқан емханаларды көріп жатсыз, келіп жатқан дәрілерді көріп жатсыз. Бірақ енді халықтың да жауапкершілігін ұмытуға болмайды. Әлеуметтік желіде тағы да бір видео тауып алдық. Тараз қаласында болған ау шамасы. Тойдуға беріңіздерші экранға. Опа, ничего себе. Сырттан тойхананың есігін ашып кіріп жатыр. Жабық ғимарат сияқты сыртынан қараса. Ничего себе, мама! Ничего себе! Масқара! Үйлену той екен еще. Үйлену той деген 500 адамсын өтпейді. Это мы знаем. Бұғанғасы не айта аласыздар? Бұл кісілерден ПЦР тест алды ма? Қаншасы ауыр болып шықты? Ауырмайтын болса, нетпейтін болса, оның несіне шектейміз, білмеймін. 15 миллион теңге айыппұл салғанын білемін әйтеуір. Иә. Сол ма көздері жатқандар? 500 адамдан бір адам ғана ауруы мүмкін. Екі адам, бірақ жеткілікті. Жаңа репродуктивдік коэффициент дейміз. Ол өте жақын тойда. Той бар, билейді, ортаға шығады. Иә, бір столдың айналасында. Оның оларда жаңағы тарату мүмкіндігі еселеп артып кетеді. Осыны есептеу керек. Әйтпесе жалпы адам қазақ енді өзінің әдет ғұрпы ғой, салт дәстүрі, той деген оған жалпы қарсы емеспіз. Бірақ жалпы айтылды ғой. Жалпы мәдениет 500-ге той жасау деген мәдениеттіліктің көрсеткіші емес. Оны мойындау керек. Ол қаяққа келатымыз ол. Қазір бір 50 жақын, ең жақын дегенмен 50 адаммен той жасасаңыз, меніңше нағыз тойға себепкерлер. Оған рұқсат берілді. Міне қараңыздаршы, құрылыс мекемесі. Ол жерде мыңдаған адам жұмыс істейді. Бір асханаға барады да, жаңағы 200-500-ді бәрі тамақ ішеді. Олар жарайды, билемесе де, бірақ та бір жерде отырады. Бір жерде отырып дейсіз олар. Бір жерде де столдың басында бәрінде рұқсат бар. Екі адамнан адамға рұқсат жоқ. Жаңағы стандартына сол болатын болса. Бірақ енді жаңа біз айттық қой, ол бәр жерде бұзылмай жатқан, сақталып жатқан жоқ. Жаңа 1715 факті деген, это 10-нан бірі ғана болуы мүмкін. Жақсы, енді тоқетерін айтқанда бірінші толқындағы қателікті үкімет қайталамаса екен дейміз. Дегенмен айналып келгенде сізбен біз өз жауапкершілігімізді ұмытпайық. Ауырмайықшы, аман сау болыңыздар.